Саламатсыздар ма, балалар? Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасы. Кейіпкерлер: Ақын-сері бас кейіпкер, Батыраш, Жақып, Күреңбай сыншы тағы басқа кейіпкерлер. Қысқаша мазмұны: бірінші тарауда туған жер табиғаты суреттеледі. Негізгі оқиға желісі арқада Ерейменді мекен етіп, 94-ке жетіп, дүниеден өткен Сағынайға берілген астан басталады. Арнайы бәйге жариялап, оған жер-жерден 1300 сәйгүлік келеді. Ілияс поэмада 20 жүйрік атқа жырмен сипаттама жасайды. Сұлу әйел, жүйрік ат, бақ дәулет өзімде ғана болсын дейтін Батыраш бұған дейін құлагерді сұратып, алылмаған соң кек сақтап, оған қарсы көк тұйғынды баптайды. Асқа келген құлагерді көріп, қастандық ойлайды. Бұл арада құлагер: Ой, әні-міне дегенше қоңырауда соқты. Құлагер поэмасы ұнап жатыр ма, балалар? Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі сабақта кездескенше мұқият оқып келіңдер. Сау болыңыз, апай. Балалар, бүгінгі сабақтың маған әсер еткені соншалық. Құлагер көз алдыма елестегендей болды. Солай емес пе? Басталды әңгіменің былай басы, болдаған 70-80 жыл шамасы. Арқада Ерейменді мекен еткен Керейде Сағынайдың болмасы. Көр әлеумет жарандар, жиылды осы көмбеге, шапқалы тұр бәйгеге, бөкен санды бұрылдар. Төртеудің 1300-ден мойны озып, құлагер келе жатты тістеп құйрық. Қамшылап екі жаққа алма кезек, баласы көк тұйғынның қақты безек. Көк атты осы арада артқа тастап, жөнелер құлагерге осы кезет. Жанасып құлагерге қалғанында, сақ еді шайбалтасы құлан ұрды. Мәссаған, Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы расымен де қызық поэма екен, я? Мен де сен айтқасын көзіме елестетіп кеттім. Я, солай. Мен де осы кітапты оқығым келіп тұр. Бұл поэмаға мені де қызықтырып жібердіңдер ғой. Жылқы туралы, туған жер туралы өте керемет суреттелген екен, я? Ендеше мен де бұл поэманы оқымасам, жан-жағымдағы достарымның барлығына оқу керектігін айтам. Кітап білім бұлағы.